Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілер ету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Есептен шықпаған шетелдік көліктерді уақытша тіркеу мерзімі мен шарттары жарияланды. Келесі аптада шетелде есептен шығарылмаған көліктерді уақытша тіркеу шаралары басталады. Бұл туралы әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев мәлімдеді. Шетелдік көліктерді заңдастыру барысында көптеген жүргізушілер өз көлігін өзге елдің есебінен шығара алмады. Ондай автокөліктерді заңдастыруды кейінге қалдыруға шешім қабылданды. Бірақ оларды уақытша тіркеуге қою қажет. Уақытша есепке қою кезінде Қазақстан Республикасының көлік құралын тіркеу туралы куәлігі және мемлекеттің номерлік белгілері берілетін болады. Тіркеу туралы куәлікте уақытша есепке алу иеліктен шығару және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығару құқығынсыз деген жазбалары көрсетіледі дейді Сұлтанбаев орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз қызметте. Ал шетелдік тіркеу құжаттары мен мемлекеттік белгілері мемлекеттік корпорацияға сақтауға тапсырылатын болады. Оның айтуынша уақытша тіркеуге қойған автокөліктерді елден тыс жерлерге әкетуге шешім қабылданса, Қазақстанның тіркеу құжаттары мен мемлекеттік номерлерін тапсыру керек. Содан кейін оларға шет мемлекеттің тіркеу құжаттары мен мемлекеттік номерлері қайтарылады. Ал егер осы автокөліктерді Қазақстан азаматтары Қазақстанда бастапқы тіркеуді жүзеге асыру туралы шешім қабылдаса, алдымен бұрынғы тіркелген елінде есептен шығарады. Сосын 200 мың теңге мөлшерінде бастапқы тіркеу үшін алым төлейді. Яғни оларға заңдастыру шарттары қолданатын болады және утилизациялық алым төленбейді деп атап көрсетті Сұлтанбаев. Уақытша тіркеу шаралары 17 шілдеде басталады. Қазіргі кезде ондай көліктерді уақытша есепке қою үшін тиісті сервис әзірленіп жатыр. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.